Адамгершілік тәрбиесі. Тәрбие сағаты. Дайындаған Жалидова Әйгерім. Тәрбие сағатының мақсаты: оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеу, баланың жеке тұлғалық қабілетін қалыптастыру мен дамытудың аса маңызды бір саласы, ұжымға, қоғамға, отанға, еңбекке, өз міндеттеріне және өз басына жауапкершілігін қалыптастыру. Сабағымызды бастамас бұрын сыйқылы сөздер ойынын ойнайық. Берілген сөздердің алғашқы әріптерін теріп шық. Ақылды, дарынды, адал, мейірімді, гүлдену, еңбекқор, рақымшыл, шыдамды, ілтипатты, лайықты, ізденімпаз, кеңпейіл. Енді теріп шыққан әріптерді бір-бірімен қоссақ қандай сөз пайда болады? Әрине, адамгершілік. Жалпы оқушылар, сендерге сұрақ: адамгершілік дегеніміз не? Адамгершілік адам бойындағы ең асыл қасиет. Бұл қасиет адамды мейірімділікке, отанын, елін, отбасын сүюге үйретеді. Егер адамда адамгершілік қасиет болмаса, ол адам өзін-өзі сыйламайды. Және адамгершілік неден байқалады? Адамгершілік адамдардың бір-бірін құрметтеуінен, сенуінен, шыншыл болу әрекеттерінен байқалады. Адамгершілік тәрбиесін одан әрі түсіну үшін келесі бейнероликке назар аударайық. Ертеде егіншілікпен айналысатын Мәди мен Мейір деген екі бауыр өмір сүріпті. Үлкені Мәди үйленген, балалы шағалы болса, кішісі Мейір бойдағы екен. Алайда олар соған қарамастан жыл сайынғы егін өнімін өзара тең бөлісіп отырады екен. Күндердің бір күнінде Мейір: мен осы не істеп жүрмін? Ағам болса жанұялы, балалар көп, ал мен жалғызбын. Ішіп жеміме көп кетпейді. Онымен өнімді бұлайша тең бөліп жүргенім еш әділдікке жатпайды ғой деп, сол түні қамбасынан бір қап дән әкеліп, ағасының қоймасына білдірмей төгіп кетеді. Осы әдет бірнеше күнге жалғасады. Осы күндері Мәди де інісінің жайын уайымдап ойға кетеді. Мен осы не істеп жүрмін? Менің сүйеу болар әйеліммен жәрдемдесетін балаларым бар, ал інім жалғыз. Оған болашағын реттеп жағдайын жасау үшін көбірек өнім керек емес пе деп, ол да әр түні білдірмей інісінің қамбасына бір қап дәннен таси бастайды. Осы сарынмен арада біраз уақыт өтеді. Алайда екеуі де қанша күн өтсе де өз қоймаларындағы дәннің ортaya қоймайтынын байқайды. Сол күні түнде екеуі де өз қамбаларын тексеруге шыққанда кенеттен бір-біріне жолығып қалады. Жағдайды бірден түсінген олар қолдарындағы қаптарын тастай салып, көздеріне жас алған күйі құшақтаса кетеді. Кеңпейілдік деген бұл өмірде хош иісті әтірдің ыдысы секілді болу. Ол ішіндегісінің барлығын өзгелерге сыйлап, босап қалған күйде де жағымды иісінен ажырамай тұрады. Бейнероликке байланысты сұрақтар. Ертегіден қандай ой түйдің? Қос бауырдың арасындағы махаббат неден көрінді? Сен өз бауырыңа қалай көмектесіп жүрсің? Қос бауырдың махаббаты қай қасиетті сипаттайды? Осы сұрақтарға жауап беріп өтсең. Аға, ол мысық бұл тақтайды не үшін салатынымызды түсіне ме екен? Түсінбесе де, ол далаға шығу үшін көзіне көрініп тұрған нәрсеге өрмелейтіні анық. Міне, өрмелеп келе жатыр. Шықты, сүйкімді екен. Шұңқырға өзі түсіп кетті ме екен? Дана, мысық өте сақ әрі шапшаң қозғалады. Өзі түсіп кетуі мүмкін емес. Оны қатыгез, адамгершілігі жоқ біреу тастап жіберген ғой. Аға, адамгершілік деген не? Адамға тән мейірімділік, қайырымдылық, кешірімділік сияқты түрлі ізгі қасиеттер бір сөзбен адамгершілік деп аталады. Адам өзіне жасағанын қаламайтын, жаман әрекеттерді біреуге жасамайтын болса, және өзінің басқа адамдардан күтетін жақсылығын біреуге жасай алатын болса, адамгершілік деген сол дер едім. Түсіндім. Өз басым қауіпті жерде
ас сусыз жалғыз қалғым келмейді. Басқаның да ондай жағдайда қалғанын қаламаймын. Сондықтан бұл мысықты өзімізге алып асырағанымыз дұрыс шығар. Адамгершілік деген сол болмай ма, аға? Дұрыс айтасың. Шұңқырдағы мысықты көріп тұрып, оны қалдырып кеткеніміз адамгершілікке жатпайды. Ал енді үйге тапсырма. Адамгершілік дегенді мен қалай түсінемін деген тақырыпта 90-100 сөз көлемінде эссе жазып келу. Қорытынды. Адамгершілік әр адамның бойында болу керек ең жақсы қасиет. Адамгершілігі бар адам әрқашан шыншыл, адал, мейірімді, қамқор болады. Сондықтан біз де адамгершілікті жүрегімізде сақтап, жақсы қасиеттерге ұмтылуымыз керек.